Ертеде Аман деген жетім бала болыпты. Кішкентайынан байдың малын бағып, көкке жалбарынып тілеу тілейді екен. Бірде ауылдағы саудагер сауда жасау үшін алыс елдерге жүрейін деп жатқанда, Аман астына төсеп жүрген қойдың терісін саудагерге апарып, «Ағатай, мына теріні бір затқа айырбастап әкеп беріңізші, сізге тапсырар өтініш аманатым болсын» дейді. Саудагер аманат деген сөзді естіп, риза болып, ешбір сөзсіз теріні алады да алыс сапарға кетеді. Аман бала саудагердің тілеуін тілеп, күнде тәтті ойға шомылады. Саудагер жаңағы теріні бір алтын теңгеге сатып, балаға апарып берем, керегін өз алады деп қуанады. Жол жөнекей келе жатып бір адамға тап болады. Әлгі адам қасындағы ерекше бір жануарды сатып отыр екен. Саудагер, «Мынауың не?» дейді. «Бұл жануардың аты мысық. Адамға өзі жақын, ұстасаң жұмсақ, қасыңа алып жатсаң жылуын шашады» дейді. Саудагер, «Бағасы қанша?» дейді. Әлгі сатушы, «1 алтын теңгеге берем» дейді. Саудагер ешбір ойланбастан мысықты сатып алады. Бала қуанатын болды ғой деп, бір мәз мейрам болып қалады. Саудагердің саудасы жақсы жүріп, үлкен олжаға кенеліп, ауылына жол жүреді. Жол жөнекей бір ауылдың қасына келіп түнейді. Таңертең тұрса, бір патша үлкен әскермен келіп, саудагер күймесін қоршап алады. Қорыққандарынан саудагерлер орындарынан тұрып, «Тақсыр, не болып қалды?» деп сұрайды. Патша қолындағы мысықты көрсетіп, «Мынау жануар кімдікі?» дейді. Мысықтың өзінікі екенін байқаған саудагер абыржып, «Ой, тақсыр, кешіріңіз, бұл аманат еді. Оны мен бір жетім балаға арнап сатып алып едім» деп болған оқиғаны баяндайды. Сонда патша, «Менің қазынамдағы байлығымды тышқандар жеп жатыр. Еш нәрсе көмектесе алмады. Мына жануарымның ғана шамасы келеді. Барлық тышқандарды қырып салады. Соны сендерден сатып алуға келдім» дейді. «Балаға апарып бер» деп 50 түйеге артқан байлық береді. «Сенің жетіміңнің аманаты осы болсын» дейді. Осыған қуанған саудагер риза болып жолға шығады. Жол жөнекей қасындағы саудагерлер ортаға сөз салып, 50 түйе байлықты бөліп алайық. Балаға бір киім мен тәтті мәмпәси берсек болды емес пе? Риза болады деп 6 күн арбап, 7-ші күні аманатынан тайдырып, бар байлықты бөліп алады. 7-ші түні қарақшылар бас салып саудагерлерді тонап, бүкіл байлығын олжалап алады. Сонда саудагер ойбай салып, «Аманатқа қиянат жасадым, Құдай кешір мені» деп зардап жылайды. Сонда қарақшылардың басшысы, «Не деп тұрсың? Аманатың не?» дейді. Саудагер сонда болған жайды баяндайды. Қарақшы, «7 күн бойы қанша торсақ та сендерді ала алмадық. 1-ші түні алдымыздағы тікенектен өте алмадық. 2-ші күні өзенге, 3-ші түні терең апанға кездессек, 4-ші күні жолымыздан адастық. 5-ші және 6-ші күні де түрлі кедергілерге ұшырап, тек 7-ші күні ғана сендердің керуендеріңді тонаудың сәті түсті. Енді түсінікті болды. 6 күн бойы сендерді қорғаған, аманатты сақтағаның болды. Бүгін аманатты бұздың. Сондықтан сендерді еш нәрсе қолдамай, біздің олжамызға айналдырды» дейді. Аманатқа қиянат жоқ деп 50 түйені байлығымен саудагерге қайтарып беріп, «Мынаны балаға апарып бер» деп кетіп қалады. Саудагер балаға 50 түйе байлықты аман есен жеткізеді. Сонда бала, «Бұл байлықтың бәрін не істеймін? Сіз саудаңызға жаратыңыз» деп саудагерге береді. Саудагер Аманды аманат деп атап, баланы асырап алып, сауда ісіне үйретіп, бақытты өмір сүріпті. Аманат түбірі аман деген сөзден шыққан. Мұхаммед пайғамбар кісінің аманатынан уақытында құтыл, еңбегіңе қиянат жасаған адамға сен қиянат жасама дейді. Қиянат жасау ауыр күнә.